Сәлеметсіздер ме? Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Егер де сіздер менің тұрақты көрерменім болып, менің күнделікті салып жүрген видеоларымды көріп жүрсеңіздер, менің осы каналымда көптеген осы гүлдерге пайдаланатын тыңайтқыштардың түрлері бар екенін білесіздер. Енді бүгінгі менің сіздермен таныстырайын деп отқаным, өздеріңіз білетін де шығарсыздар, монокалий фосфат деген тыңайтқыш. Бұл тыңайтқышты мен өзім жақсы көремін. Менің ең бірінші алып осы гүлдеріме пайдаланған тыңайтқышым осы монокалий фосфат. Бұл монокалий фосфат ең бірінші гүлдердің тамыр жүйесінің нашар дамуына, жапырақ шетінің қызаруына, жапырақтағы тот дақтарына, гүл бүршіктерінің нашар дамуына өте жақсы көмектеседі. Менде бұл жарты килограммдық, мен бұны Флиптан тапсырыс беріп алдырғанмын. Қазір гүлдер дүкенінде 20 граммдық, 10 граммдық қаптамада осындай тыңайтқыштар сатылып жатыр. Ол қолжетімді бағада 300-400 теңге тұратын шығар. Соны бір алып қойсаңыздар, сіздерге 1 жылға, 2 жылға жетеді. Мен бұны пайдаланып келе жатқаныма 2 жылдай болды. Енді біз көбінесе, енді ол гүл өсіретін адамдарда да болады, гүлді жақсы өсіретін адамдарда да болады ондай жағдай. Кейбір гүлдердің жапырақтары сарғайып жатады. Оны біз қиып тастаймыз. Ол тағы да басқа жапырақтар сарғая бастайды, біз оны тағы да қиып тастаймыз. Ал бұл монокалий фосфат берсеңіздер, бұның жапырағы сарғайғанын тоқтатады. Өйткені бұл тыңайтқыш тікелей тамырмен жұмыс жасайды. Сол тікелей тамырмен жұмыс жасағандықтан бұның жапырағының сарғайғаны тоқтайды. Өздеріңіз білесіздер, гүлдің нашар өсуі, жапырағының сарғаюы, жапырағының шетінің қараюы, гүлдің әлсіреуі, бұлардың барлығы тікелей тамырға байланысты болғандықтан біз ең бірінші гүлдердің тамырын емдеп алуымыз керек. Егер тамыры шіріп кетпей, гүлдеріңіздің тек жапырағы сарғайып жатса, ол кезде осы монокалий фосфат сіздің гүлдеріңіздің тез жақсы жетіліп, арман қарай жақсы өсіп кетуіне көмектеседі. Бұл тыңайтқышты мөлшермен пайдаланған дұрыс. Көп қосылса, артық қосылып кетсе, тамырын күйдіріп жібереді, ал аз қосылса, ештеңе етпейді. Сондықтан да қай тыңайтқыш болсын, барлығын мөлшермен пайдаланған дұрыс. Мысалға, кейбір адамдар айтып жатады, біз гүлімізге бананның қабығынан тұнба жасап құйып жатамыз деп. Ол тұнбаның кейбір гүлдерге пайдасы болады, кейбір гүлдерге зияны болады. Сол бананның көбінесе қабығын құйып жатқан адамдар айтып жатады, шыбын-шіркейлеп кетті деп. Оны дұрыс пайдаланып құйсаңыздар, ол шіркей келмей жақсы өсетін болады. Ал енді бұл банандағы бар калий, бұл монокалий фосфатта да бар. Бананда калий көп болғанмен, онда бұл монокалий фосфаттағы элементтер жоқ. Мысалға, монокалий фосфатта калий бар, фосфат бар, және де азот бар. Бұл 3 элемент гүлдердің жақсы дамып жетілуіне көмектеседі. Бұл тыңайтқыштың мен гүл өсіретін қыз-келіншектердің үйлерінде міндетті түрде болу керек деп айтамын. Қандай жағдай болмасын, гүліңіз стресске түссе, осы монокалий фосфатпен гүлдеріңізді суарсаңыздар болады. 2 жетте 1 рет, мысалға, сіз берсеңіз, 2 жеттен кейін гүліңіздің жағдайын байқап көрсеңіз болады. Бұл қандай тыңайтқыш берсеңіз де, гүлдер 2 жеттен кейін сол берген тыңайтқыштың результатын шығарады. Я жақсы дамып өсіп кетеді, болмаса нашарлайды. Нашарласа, онда гүліңізге жақпағаны. Ал гүліңіз жақсы өсіп кетсе, онда гүліңізге арман қарай топырағы кепкесін, келесі 2-ші жетіде тағы да осыны қайталап жіберсеңіздер болады. Бұл тыңайтқышпен гүлдердің жапырағы арқылы да тыңайтуға болады, тамырына құйып та тыңайтуға болады. Бұның өзін жеке берсек те болады гүлдерге. Болмаса, осыған басқа да, мысалға, менің осы каналымда бар, осы қоспаларды қосып гүлдерге тыңайтқыш жасағаным. Монокалий фосфатқа
аммиак қосып беруге болады. Ол өте тамаша қоспа. Одан кейін циркон қосып беруге болады. Тағы да көптеген жаңағы қоспаларды қосып гүлдерге берсек болады. Ол екі тыңайтқыш гүлдердің жақсы тамырының жетілуіне, жапырағының жақсы шығарып, жақсы гүлдеуіне, жақсы өскіндер шығаруына көмектеседі. Енді қанша мөлшерде береміз дейтін болсақ, егер де біз жапырақ арқылы тыңайтатын болсақ, 0,5 грамын 1 литр суға араластырып, кәдімгі тұнған жылы су болу керек. Сөйтіп гүлдеріміздің жапырақтарының барлығына сеуіп шығамыз. Ол гүлдердің жапырағы арқылы тыңайтылады. Ал егер де тамырына құятын болсақ, 0,1 миллиграмм тыңайтқышты 1 литр суға араластырып, сөйтіп гүлдерге құямыз. Бұл монокалий фосфат тез ериді. Егер де гүлдейін деп тұрған гүлдерге берсеңіздер, ол жақсы гүлін ашып, ұзақ гүлдеп тұратын болады. Негізі калий гүлдердің жақсы гүлдейтін гүлдердің соның ішіндегі жақсы гүлдеуіне көмектесетінін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан да осы тыңайтқыш сіздердің гүл ашатын гүлдеріңіздің жақсы дамып, жақсы гүл ашып гүлдеуіне көмектеседі. Міне мен сіздерге осы тыңайтқыш туралы кішкене ақпарат бердім. Менің осы видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.